Келесі бір қызық таптаурын ол қазақ тілінде диалект жоқ деген таптаурын. Адамдар ол сөзді қабағын түйіп, зекіп айтады. Тек аймақтық ерекшеліктер бар, немесе тек говор бар, немесе тек сөйленіс бар деп айтады. Яғни диалект деген ол тым алыс, ал қазақта жалпы бәрі бір-біріне жақын, сол себепті бізде диалект деген нәрсе жоқ деседі. Бірақ диалект, сөйленіс, тіл деген түсініктің барлығы негізі шартты түсінік. Макс Вайнрайх айтқан бір керемет сөз бар. Тіл деген әскері мен флоты бар диалект. Бұл сөз жалпы дана ой деп саналады. Өйткені шынымен тілтанудағы күрделі бір түсінікті бір қып-қысқа сөйлеммен тұжырымдап тұр. Диалект пен тілдің арасындағы айырмашылықты айқындайтын бір зат бар, ол саясат. Диалект деген не, тіл деген не? Бұл сауал саясатқа келіп тіреледі. Мысалы, Қытайда бірталай диалект бар. Олар ауызша, яғни сөйлегенде бір-бірін түсінбейді деседі. Бірақ Қытайда олар бөлек тілдер деп саналмайды. Олардың барлығы Қытай тілінің сөйленістері немесе диалектілері деп саналады. Яғни бұл жерде біз Қытай ұлты, біз бөлінбеуіміз керек, ыдырамауымыз керек деген бір саяси тезис тұр. Есесіне, португалдар мен испандар мысалы бірін-бірі жақсы түсінеді. Бірақ португал тілі бір тіл, испан тілі басқа тіл. Себебі португал халқы бөлек мемлекет болып қалыптасқан, өзінің шекарасы, идеологиясы, ұлттық құндылықтары бар, және олар өздерін португал деп санайды. Дәл солай Испания. Сол себепті де португал тілі бір тіл, испан тілі бір тіл, және онымен португалдар да, испандар да келіседі. Тағы бір қызық мысал. Түркияда түркішілдік идеологиясы өте кең тараған. Сол себепті де мысалы сіз Түркияда қазақ тілінің сөздігін, өзбек тілінің сөздігін іздесеңіз, ол сөздіктің сыртында қазақ түркшесі, Түркия түркшесі деп жазылып тұрады. Немесе өзбек түркшесі, Түркия түркшесі деп жазылып тұрады. Яғни Түрік республикасы үшін бұл тілдердің барлығы негізі бір тіл, жай ғана сол тілдің түрлі диалектілері. Біз бәріміз түрікпіз, біз бәріміз қазақ тілінде диалект жоқ деген түсініктің өзі байқауымша көбіне дәл сол біз бөлінбеуіміз керек, біз бір тұтас халықпыз, ыдырамауымыз керек, бізге бірлік керек деген бір идеологиядан туып тұр. Айтып кеткенімдей, диалектіні, сөйленісті, говорды анықтайтын ол біз, яғни өзіміз адамдар. Ол жерде ғылым өлшей алатын бір алыстық, жақындық жоқ. Жалпы әрине қазақ тілінде батыстың адамы мен шығыстың адамы бір-бірін түсінбей қалатындай жағдайды елестету шынымен қиын. Жалпы түсінеді, бірақ аймақтық ерекшеліктер бар, және оларды біреу диалект деп атаса, бұл біздің батыстың диалектісі, немесе бұл біздің солтүстіктің диалектісі десе, оның еш айыбы жоқ. Ол адам қателесіп тұрған жоқ. Оны диалект деп санауға толық хақысы бар. Қазақ тілінің тарихында да әскер мен флот демекші бір диалект ерекше саяси күшке ие болып, әдеби тілдің негізіне айналды. Ол солтүстік шығыс диалектісі. Ол да бекер емес. Ол саяси экономикалық үдерістерге тікелей байланысты құбылыс. Нақты Қарқаралы, Баянауыл, Семей сияқты өңірлерден интеллектуалдар, яғни зиялы қауым көптеп шыққан. Олар өзіне таныс диалектіде ақпарат жазған, кітап жазған, әдебиет жазған. Сол себепті де солардың диалектісі әдеби тіл болып қалыптасты. Солардың сөйленісі әдемі, дұрыс болып саналады. Мен жалпы өзім көп естимін. Ақтаудың адамы болса да, Шымкенттің адамы болса да, осы семейліктер әдемі сөйлейді ғой деп айтады. Ол өңірлерден зиялылардың көптеп шығуының өзі ол өңірлердегі халықтың бір генетикалық, немесе биологиялық, немесе мәдени бір үстемдігінен емес, ол да бір саяси экономикалық жағдайлардың нәтижесі, салдары болу керек. Яғни дәл сол өңірлер Ресей империясына бәлкім жақын болды, немесе Ресей империясы мен Қытай арасындағы сауда жолдарына бәлкім жақын болды. Яғни ол солтүстік шығыс диалектісінің бір объектив түрде өлшене алатын бір үстемдігі, әдемілігі негізі жоқ. Айтпағым, қазақтың барлық сөйленісі әдемі, қазақтың барлық сөзі әдемі, бәріміз қазақпыз, бәріміздікі қазақ тілінің байлығы. Жоқ, ол шынымен факт.
қазақ тіліндегі сөйленістер, диалектілер, олардың барлығы қазақ тілінің байлығы.